Өзбекстандағы Амирсойға барып шаңғы тебуге қанша ақша кетеді? Бірге есептеп көрейік. Мен есімім Еркін, мен парақшама тіркеліп қой. Менде саяхат туралы қызықты ақпараттар көп. Амирсойға біз 4 адам болып шықтық. Шымкенттен Черняевкеге бірінші такси адам басына 2,5 теңге. Шекарадан өтер алдын теңгені сумға айналдырып алыңыздар. Біздің 10 мың теңге 270 мың сум болады. Шекарадан өткеннен кейін алдарыңыздан осылай таксилер көп қаптап шығады. Сіздер баратын жерге Яндекспен бағасын салыстырыңыздар. Мысалға біз көрген кезде бағасы 186 мың сум болса, біз теңгемен есептеген кезде 4 адамға 8 мың теңгеге такси жалдадық. Яғни адам басына 2 мың теңгеден түсіп тұр. Амирсойдың бағалары біз таңғалдырды, тағы да жақсы жағынан емес. Себебі скипастың бағасы 350 мың сом, және плюс скипастың өзінің картасы 50 мың сом. Сонда бір адамға 400 мың сом. Ары қарай экипировка алуға өткен кезде ең қызығы қолғап в наличии вообще жоқ деді. Штаны қалмаған деді. Себебі бүгін демалыс күні болғандықтан адам көп деп. Бір адамға экипировка 14 мың теңгеге шықты. Оның ішіне не кіреді? Үстіміздегі куртка, басымызға шлем, біз сноуборд алдық, яғни сноуборд ботинкасымен бірге. Шалбарсыз, қолғапсыз 14 мың теңге. Ал Амирсойдың трассасына келетін болсақ, бұл жерде жаңадан енді үйренетіндерге де арналған трасса бар, және бұрыннан айдайтындарға да трасса бар. Сондықтан жеке өзіме Амирсойдың трассасы өте қатты ұнады. Жалпы қорытындыға келгенде бір адамға расход 42.500 теңге болды. Сіз қалай ойлайсыз? Өзбекстанға шаңғы теуге барып келгенге 42.500 теңге көп па әлде аз ба? Төменгі комментарийға өзіңіздің ойыңызды жаза кетіңіз.